Жерлесім Диас блогерға қолдау. Қаншама мен осы жасты білем. 2020 жылда таныстық, тіл митингісіне келді, қазақ тілі митингісіне. Содан бастап, оның ылғидағы тілді насихаттап, ұлттық мүддені насихаттап, заң шеңберінде, тек қана заң шеңберінде жұмыс істеп жүргенін менің көзімнен өтіп жатыр. Ол нәрсе көп адамның, оның подписчиктары 64 мың адам. Барлықтарының көз алдында оның жазғаны, айтқаны бір ретте осы мемлекетке ол қарсы істеген жоқ, үгіт насихат жүргізген жоқ. Керісінше барлық жұмысы оның тәуелсіздіктің нық болуына, біздің мемлекет ешқандай басқа мемлекеттердің, озбір көршілердің бізге көз тігетін территориямызға, Украина соғыстан кейін бұрынғы Медведев сосын соғыс Қазақстанға болады деген, әйтеуір бізге неше түрлі жамандықтарды айтып жатыр ғой. Соның енді несінде, қалай, соның аясында ол керісінше жаны ұшып, тәуелсіздігіміз мықты болсыншы деп ұлттық мүддені, тарихты, тілді насихаттап келе жатыр. Мемлекет тарапынан немене көріп жатырмыз? Қазіргі Скляр келгеннен бастап Диасты мен айтар едім, ашықтан ашық қудалау басталды. Қаңтар оқиғасында жарайды, барлығын енді митингке шыққан адамдарды барлығын ұрып соқты, барлығын қамады. Бірақ та мінекей Скляр содан кейін келді, бір наурыз айында ма, білмеймін, шатасып отыр мүмкін. Бірақ та Нұрлан Мәсімовтің кезінде, бұрынғы ішкі істер департаменті басшысының кезінде қудалауға ұшырамақ тұр ғой. Диасты шақырып, мені шақырып, сол департаменттің басшысы, мінекей біз солтүстік полиция бөлімінде қазақ тіліне көштік деп көрсетіп, әйтеуір сондай Нұрлан Мәсімовтің тарабынан сондай енді мемлекеттік тілге ілтипат болған. Сөздің шынын айту керек. Қазір ол менің ойымша, ол қазір қудаланып жатыр. Сол Нұрлан Мәсімов, менің ойымша, тек қана Кәрім Мәсімовтің туысы болғандықтан. Енді өмірде бір үйдің әкесі бір, шешесі бар балалар әртүрлі болып өсетін, бұл енді табиғи жағдай, оны барлығымыз көріп жүрміз. Мыналардың енді бір атадан да туған жоқ, бір әкеден де туған жоқ. Енді бауырлас шығар, сондай жағдай. Сол үшін мен ойлап отырмын, қудалап жатыр. Енді ол Назарбаев айтты ғой, барлықтарының қолынан сүйреп апаралам деп бір жерге, коррупция жөнінде. Ол ешкімнен кем мүмкін жеген жоқ, мүмкін ешкімнен артық жеген жоқ, тағы да бірдеңелер бар, мен білмеймін. Но бірақ та мен көзім көрген, білетін тілге деген оның ұлттық, енді ол қазақ, айтатын ол қазақпын деп, қазақтың баласымыз ғой деп. Сол қазақтыққа біршама жұмыс істеді ол кісі. Қазір Диас үшін мына үндеуім болып атқаннан кейін мен оны айтпай қояйын. Сол Нұрлан Мәсімов қандай сөздермен маған өзіне бір симпатия тудырған. Әрине, маған енді симпатияны менің тарапынан тілге қатысты, ұлттық мүддеге қатысты ғана тудыруға болады, басқа жоқ. Диасқа келсек, енді Диасты мінекей биыл қылмыстық іс үстінен ашты. Неге? Өйткені ол полициямен дөрекі сөйледі. Мыс. Полиция келді сағат 11-ден кейін. Ол қашан келу керек еді полиция сол? Ол экстремист, шынымен де террорист біреу болса, не бір маскүнем, мысал үшін бір тәртіп бұзғыш,
арақ ішкіш бірдеңе болса енді қауіп төндіріп жатыр жан жағына, мысалы үшін өзінің көрші пәтерлеріне қауіп иә жарайды, сен онда қай уақытта болса дағы алып кет, но сен оны дөрекі сөйледің деп жауапқа тарту, сағат 11-ден келу, ол ақылға сыймайды. Не үшін олар сағат 11-ден кейін келді? Не үшін? Менің топшылауымша олар Диасты қорқытуға келді. Диас аузын жауып жүрсін деп. Не үшін Диас аузын жабу керек? Не үшін? Ол немене айтып қойды? Осы мемлекетке қарсы, ұлттық мүддеге қарсы, мемлекеттік тілге қарсы немене айтып қойды ол? Қаншама білем, ол мына мемлекет басшылары, мына қаладағы әкімдер туралы ол жаман сөз айтып көрген жоқ ешқашанда. Ол тек қана бар фактілерді айтып, қайда қазақша қызмет жоқ, қайда мына көрші мемлекеттің бір символдары тұр. Вот осындай сепаратизм, андай-мындай. Егер менің ойымша біздің Сосқақов, мінекей қазір Байханов, олар мүмкін көлеңкесінен қорқатындығынан, ана көрші мемлекет бізге бірдеңе істеп қой, одан сайын бұғып, ана Диастың аузын жабуға тырысып жатыр. Ал Диас, кешіріңіздер, ол олардың проблемасы. Диас ешқандай заңды аттап шыққан жоқ. Сол ма қылмыстық іс? Содан кейін оны мына қазір Құдайға шүкір шекараны өздері жауып жатыр ғой билік. Сонда мен ойымша мына ресторанға шақырған қашан шекараны асып бізге ағылып бастады ғой ана панаехавшылар. Соны қарсы алып, ресторанға апарып, бізде қай оралмандарды, өзіміздің қандастарымызды ресторанға апарып қарсы алып еді Керекуде? Айтыңдаршы. Мынау сатқындық, мынау 100% сатқындық. Менің ойымша ол волонтер емес, әйтеуір олар әкімдіктің тарабынан барлығы болып жатқан іс. Егер сен солай келімсектерге сөйтіп істеп отырсың, сен ең бірінші қандастарыңа солай істеуің керек. Не болмаса шынымен де ол сатқындық. Әйтеуір сонда біреу нацист деп Диасты әйтеуір сондай сөз айтты. Нацист емес, ол 100%. Сол нацист дегенді соттамай Диасқа штраф салды ғой. Жоқ, штраф салған жоқ, 5 күнге оны қамады. 5 күнге қамады. Не үшін? Ана Рател KZ-дің Ольгасы кім еді? Воронько ма? Ол мүмкін байланысты Ресей Федерациясымен, олардың насихатымен, русский мирмен, мен білмеймін. Бірақ та әкімдер содан қорқып солай істеді ме? Судья, біз білеміз, мына қаңтар бізге 100% дәлелдеп берді. Бізде күшті құрылымдар, оның ішінде сот, прокуратура, полиция, әкімдік, барлықтары бірге екенін. Бізде тәуелсіз сот жоқ. Сондықтан қай бетімен Диасты 5 тәулікке жапты. Содан кейін Диасқа 60 мың теңге штраф артты. Не үшін штраф арттыңдар? 60 мың теңге. Не үшін? Жазықсыз, 100% жазықсыз. Сосын енді масқара жағдай. Алюминий Қазақстанада СССР-дің гербі. Айналайындар, біз 32 жыл бұрын біз тәуелсіздікті кімнен алдық? Біз СССР-дан алдық, емес пе тәуелсіздікті? Онда не қылған? Сол үшін мінеки полиция келіп, сол видеодан кейін, сол видеодан байланыстырамыз. Экстремизм, терроризм бөлімнен жігіттер келіп, оны шық деп мазалап, ешқандай құжатсыз, аты жөнсіз, ештеңесіз. Ол қорқыту. Ол менің ойымша сол алюминийдің басшылары звондаған болу керек. Ал алюминийдің басшылары енді сепаратист па? Неліктен оларда герб тұр? СССР-дің гербі тұр. Біз содан тәуелсіздік алдық. Яғни бізде қазір полиция, скляр,
Ресейдің бодандығын қайтадан көздеп отыр ма? Біз 32 жыл тәуелсіздік алдық, ал Скляр керісінше сол Совет одағын қайтадан болдыруға, Қазақстанды қайтадан бодандыққа беруге соған жұмыс істеп отыр ма? Соған әкімдер жол беріп отыр ма? Мінекей сондай сұрақ. Сондықтан, егер осылай болмаса, егер Кереку билігінің мақсаты Ресейге қайтадан бодандыққа қосылмайым десе, Скляр, экстремизм, терроризм, әкімдер Диастан қолдарыңды тартыңдар. Менің талабым Роза Бисенбайдегі, Керекудегі осы. Осы видеоны барша жерге таратыңдар. Өтініш. Бұл масқара, бұл енді ұлтқа дегенде қорлық. Осымен тамам.